Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, қал жағдайларыңыз қалай? Ниет етіп ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен лаваштан осындай өте дәмді әрі тойымды таңғы ас жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге небәрі 2 ғана зат қажет. Ол біріншісі сосиски, екіншісі лаваш қамыры. Қазір қамырымызды 4 немесе 6 бөлікке бөлетін боламыз. Осылай көлемін өлшеп аламыз. Лаваштан жасалған бөрек десек те болады. Осылай қойып, өлшеп аламын. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Енді ортасына сосискиді қойып, жақсылап нығыздап орап шығамыз. Осындай сыртқы бөліктерін кесіп алып тастаймыз. Бұл қатты маңызды емес, бірақ та бізге әдемі түр беру үшін қажет. Мына жерде бізде ашылып кетіп жатыр ғой, соған қазір қалай жабыстыру жолын көрсететін боламын. Өте оңай. Бір ыдысқа салқын су құйып алып келеміз. Енді қараңыздар, кішкене ғана саусағымызды сулап, қамырдың шетін сулап жібереміз және осылай жабыстырамыз. Өте оңай жабысып қалады. Енді тағы да осылай қайталап орап шығамыз. Қамырдың шетін ғана жағып шығамыз және осылай жабыстырамыз. Қараңыздар, өте тез жабысып қалды. Енді жаңағы алдыңғыларына да дәл осылай қайталап шығамыз. Кешкі ауыз ашатын уақытқа дайындап жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Арасына қалауларыңыз бойынша сыр қосып жесеңіздер де болады. Осылай шетін сулап, жабыстырып шығыңыздар. Сонда пісірген кезде сырты ашылып кетпейтін болады. Міне, барлығын дайындап алдық. Қараңыздар, өте әдемі болған, еш жері ашылып тұрған жоқ. Енді пісіруге дайындаймыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа керек. Осының барлығын пісіруге осы бір ғана жұмыртқа жеткілікті.
дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бүрегімізді алып, барлық жеріне тиетіндей етіп, жағып шығамыз. Екі жағында аунатып аламыз. Енді табамызға май құйып, жақсылап қыздырамыз. Майын көптеу етіп құя беріңіздер. Қызып тұрған майға 5 минутта қуырып аламыз. Екі шетін қызартып пісіріңіздер. Өте жұмсақ болады, әрі хрустящий болады. Дәмі сондай күшті қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды осындай тәтті тағаммен қуантып қойыңыздар. Бұл кішкентай балаларға ғана емес, үлкен кісілердің де сүйіп жейтін тағамы. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып пісіп жатыр. Ал міне, біздің лаваштан жасалған бөректеріміз дайын болды. Өте әдемі әрі тойымды. Барлықтарыңызға ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Балнұр.